Хей, баршылықтың сәлемдер, сіздермен бірге бүгін мен Фончик. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай ютубта тез дамуға болатынын айтатын боламын. Арнаға тезірек жазылып, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Өйткені ол мен үшін де сіздер үшін де өте тиімдірек. Осы каналда неше түрлі мықты видеолар шығып отырады. Сол себепті мен арнама тіркеліп қойсаңыздар болады. Және де біздер де өзіміздің мәселемізге көшейік, қалай тез дамимыз. Біздер де каналымызға неше түрлі видео саламыз. Майнкрафт, ФФ, Free Fire, яғни PUBG, Clash, тағы не ойындар бар. Сондай тағы басқа ойындарды салатын шығармыз. Мальчик тема, младенчик тема, сондай ойынды саламыз. Как достать соседа, сәлем көш бәрін саламыз. Олардың бәрі актив жинамайды. Біз актив жинамайды. Тек біреуі жинайды. Ол Free Fire. Демек, Free Fire сіздің подписчигіңіз 10 подписчик, 40 подписчик па? Free Fire 100-120 подписчиктерін жинайды. Сонда сіз не түсіресіз? Әрине Free Fire түсіретін боласыз. Free Fire ол өте мықты просмотр, көп просмотр жинасыз. Мәңгілік Free Fire түсіп кетесіз. 10 мың, 20 мың, 30 мың Free Fire арқылы сіз дамайсыз сосын. Кейбір адамдар Майнкрафт түсіреді тек қана. Ол Майнкрафт арқылы дамайды. Майнкрафтты ода 50 подписчик па, Майнкрафт 38 бір күндік просмотрды қарайсыздар сіздер. 2 күн, 3 күндік емес, 24 сағат, яғни 1 күндік просмотрды қарайсыздар. 1 күндік просмотр 100 ба, соны түсіресіз. Егер 1 күндік просмотр 30 просмотр, өзіңіздің 50 подписчигіңіз бар, 30, 20, оны тастаңыздар. Майнкрафттан выживание түсіріңіз, Bedwars түсіріңіз, ауылдағы өмір түсіріңіз, Skywars түсіріңіз, SH-клипс, BH-клипс түсіріңіз. Оның бәрі сіздерде просмотр жинамауы мүмкін. Тек Bedwars па, Bedwars түсіресіз, Bedwars 50 подписчиктен 70-80-90 просмотрға жинайды бір күнде. Демек, сіз Bedwars'тан жақсы просмотр жинай аласыз. Мінекей мәселе осыда. Ютубта солай сіздер өздеріңізге 100, 200, 300, 400 подписчикін жинай аласыздар. Мен жақсы түсіндірдім деген ойдамын. Ал давайте сіздермен бірге болған мен Фончик. Видеоны сал, лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Ал давайте.